жақта ағаш бар екен, жөндеп алайын. Ей, мынау не істеген тұр, ей, тоқта деймін. Ай! Ой! Мына ағашың керемет қой. Мынадан күшті рогатка істеуге болады. Немесе қазір балалармен қуаласпақ ойнаймыз. Ей, адамдар, неткен қаталсыңдар. Тас жүректен жаралғансыңдар. Мейірімге сараңсыңдар. Түбі содан жазында табарсыңдар. Мен де тірі жан иесімін ғой. Мені де аясаңдар қайтеді. Сендердің бір ғана мейірімдеріңе мұқтаж болып тұрмын ғой. Тіршілік иесі ғой, сындырып алған бұтағын саусақ сындырғандай ауырады. Қиналып тұр ғой, көрмейсің бе? Ой, не бұлар дейсің, жай тұрған ағаш қой. Одан да есімімді жазып кетпеймін бе? Естелік болады, кейін келгенде қызық болады. Ей, қой дейм. Ай, ауырады ғой, тоқтат! Ай, ауырады ғой, тоқтат! Бұл ісі сенің үлкен қате болды. Қай жері қате, жай ғана еселгендер соған есімдер ғой. Сен білесің бе, тіршілік иелерінің барлығы ауаны қажет сезеді. Мына ағаш көмір қышқыл газын жұтып, оттегін шығарады. Ағаштың үстіндегі ұяларды көріп тұрсың бе? Ағашта біреудің панасы ғой. Мына ағаштың жасы сенен де үлкен. Осы уақытқа дейін қаншама адамға пайдасын тигізіп келеді. Соны қорлаған дұрыс деп ойлайсың ба? Сонда сен мына ағаштың соншама пайдасы бар демекшісің бе? Әрине, сенің күнделік қолданыста құралдарың мен кітап дәптерлерінде осы ағаштан жасалады ғой. Обал болды онда мына ағашқа. Мына ағашты бекер сындырдым-ау деймін. Енді қалай жөндесем болады бұл қателігімді? Бұл үлкен қате болды. Мына ағашқа енді күтім қажет. Сен қазір күте тұр, мен қазір келемін. Шынында да мына ағашқа обал болды. Мен өз қателігімді енді түсінген сияқтымын. Міне, әлгі алып келдім. Мына жараланған жерін дәрілейік. Ал оны қалай дәрілеуге болады? Кел, мен саған көмектесем. Сендер маған көп қиыншылық көрсетіп едіңдер. Жаным кіріп қалды ғой. Енді дұрыс болды. Дұрыс айтасыңдар. Әй балалар, жарайсыңдар. Бүгін мен қаншама сендердің қолдарынан қиыншылық көріп едім. Осылай аяқтағандарың дұрыс болды. Сендер маған игі іс жасадыңдар. Осы сендер сияқты жастар көбейе берсе, нұр үстіне нұр болар еді. Адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, табиғаттың оны айтар тілі жоқ. Табиғат барлық тіршілік атаулының құтты қоныс мекені.
алтын ұя бесігі, бар байлықтың ырыс қазынасы. Ал адам үшін табиғат ең қасиетті де қастерлі ұғым. Біздің әрбір басқан қадамымыз, әрбір істеген ісіміз табиғатқа байланысты болғандықтан, оның біздің өмірімізде ерекше орын алуы сөзсіз. Табиғатты қорғау, табиғатты аялау әр адамның міндеті. Үлкен кіші әрдайым оны таза ұстап, құрмет тұту қажет. Баймырза Беспаев атындағы мектеп гимназиясының оқушыларымен жасалған биологиялық бұрышы.